Мына біздің теледидарда имансыз журналистер отыр бар ғой. Имансыз ананың сүтін ішпеген, ананың ақ сүтіне қастандық жасап отырған мына журналистер отыр. Өзінің ана тіліне қастандық жасап отырған журналистер отыр міне. Мына тілшілер дейді ғой, тілші ма, нешілер екенін білмеймін, әйтеуір біреулер отыр. Бедейді Дубайдағы мәселені айтып отыр ғой енді. Дубайда бомба түскен жерге дейді эвакуацияланып жатыр дейді. Атаң бассыған эвакуация. Қазақ тілдің бар ғой, асын шығарды мына бар. Ана тілдің асын шығарды бар ғой, мыналар бар ғой. А деген білесіңдер ме? Ана тілдің асын шығарды. Мына сол шашты былай қарап отырсаң, бетіне 5 елі нені жағып алған, ұят жоқ. 5 елі пудраны жағып алған, содан пудрадан ар жағында тұрған кезде, пудраның бер жағында ар жағында тұрған бетте ұят бола ма? Бетінде 5 тонна краскасы бар. Қатындар сөйлеп отыр теледидардан. Эвакуацияланды дейді. Ана тілде қайда? Құтқару деген сөз қайда? Құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Құтқарылды, шығар, өртенген адамдардың дүние мүлкі шығарылып жатыр. Құтқарылып жатыр, шығарылып жатыр деген сөздер қайда? Қазақтың жалпақ тілдері қайда? Әне айтып жатыр эвакуацияды. Bir сорлы кімнен, қай жезөкшенің баласы екенін білмеймін, қай жезөкшенің қызы екенін білмеймін, қандай тұқымнан пайда болды аналар, мен білмеймін. Мені осындай сөзге айттырып отырған журналистерге мен бетіне түкіргенім бар екен, мына журналистердің бар ғой. Сорлылар эвакуацияланып жатыр, эвакуацияланып. Сонда эвакуацияланып жатыр деген ана өңкей сатқындарды айтып жатыр. Қайда ана тіл қайда? Депутат мырзалар қайда? Мырзасыңдар ма? Кім болып кеттіңдер сендер өзі? Өңкей жаңағы президент, депутаттың барлығы бюджетті тонап қашады. Журналистер тілді майыстырып қашады. Не деген сөз болып кетті мұнаның бәрі, айтшы. Эвакуацияланды, тағы бірдеңеленді. Сонда эвакуация деп айтқан кезде не? Құтқарылды деп айтқан кезде не болып кетеді сонда? Бірдеңең майысып қала ма, бірдеңең жабысып қала ма, бірдеңең тұрмай қала ма не? Неге сонда? Неге қазақ тіліменен не деп айтпайды? Құтқарылды деп неге айтпайды деймін. Мен теледидарға жаным келеді. Мына қазақша теледидар қарағанша бар ғой, мультфильм, ну погоди ма, сондай қараған жақсы бар сияқты ма деген. Маша ма, ұрғашы Маша ма, не дейді, соларды қараған жақсы ма деп ойлап қаласың бар ғой. Құдай сақтасын, мен теледидар қарамайтын болдым. Мен осыдан кейін пошел ол теледидардың басқасына қоя саламын. Әлі Американың ескі киносынан қызық емес олар бар. Мен қаным қарай отыр бар ғой. Неге ана тілді өйтіп қорлайсыңдар? Ана тілдің обалы тимей ма сендерге? Ақты. Жаңалық деген ол ең жаңағы ана тілдің бет пердесі ғой. Ана тілдің бет пердесі ол жаңалық. Жаңалық айтқан кезде жан-жағыңа қарап ойланып айту керек қой. Эвакуацияланып жатыр, анау қылып жатыр. Көшенің сөзіменен, жезөкшенің сөзіменен айтады. Ты меня трахнул, да, анау мынау деген сияқты әңгіме. Енді ұятта болса айтайын енді. Не деймін енді басқа? Басқа қалай жеткізем мына журналистерге? Қалай жеткізем мен? Эвакуацияланып жатыр, анау қылып жатыр, мынау қылып жатыр. Ана бомж, жаңа біляткілер бар ғой көшеде. Сол біляткілердің бір күнде 50-60 жігіттің астында жататын біляткілер бар ғой. Эвакуацияланып жатыр. Біз сондай ана Қазақстанда, ана неде Алтын Орда жолдың бойында китайский жаңа не бар. Қытайдың көп нелері келеді, гостиница.
китайский гостиницадан шыққан жезөкшелер бар ғой, тап содан аумайды бар ғой. Дубайдағы ананы эвакуациялап жатыр, анау қылып жатыр, мынау қылып жатыр, атып. Не деген сөздер айтыңдаршы мына. Мен мына сөзімді соларға кім жеткізе алады, айтыңдаршы. Қайда ана тілі, қайда депутаттар, ана тіл қайда? Өздерің мәңгүртше сөйлесең де теледидарды кішкене ана тілге бұруға болатын шығар деймін да. Әлі сонда Путиннен қорқуымыз керек. Біз өзімізде эвакуация дегеннің қазақша сөзін тыңдау үшін біз Путиннен рұқсат сұрауымыз керек па? Путин мұрза, эвакуация дегеннің қазақшасын айтуға рұқсат беріңіз деп бару керек па? Не деу керек, айтыңдаршы? Не деген мына, осы кезде бар ғой, мынандай мен биткім келіп тұр бар ғой. Сірә осыны не қылып жатырмыз ғой енді. Мына Қытайдан келген, Қытай жақтағы қазақ қыздары бар ғой. Сол қазақ қыздардан қазақ оралман деп айтыр ғой енді, қандас дейді. Сол Қытайдан келген қазақтардан бір сұрарым. Сіздерден мен өтініп сұрайын. Сіздер мынандай қылып қағазды алыңыз да, өздеріңше түсінетіндей қылып мына қағазды жазыңыз да, қағаз ғана хабарды аударып жақсылап жазыңыз да, сөйтіп қазақшалап оқып беріңдерші. Қазақшалап оқып беріңдерші, айналайындар. Сіздер өз каналдарыңыздан қазақшалап қойып беріңдерші. Сосын мен оны егер тауып алып жатсам, бір рет шығарып қоймаңдар. Қайта 10-15 рет шығарыңдаршы. Мен сіздерге лайк басып отырам. Бүкіл Қазақстан сендерге лайк басады. Сендердің ана тілдерің, ана жақта түрге, ана орысша қосылмаған ана тіліміз, орысша қосылмаған, қайталап айтам, орысша қосылмаған, араласпаған ана тіліміз бізге ауадай қажет қазір. Мына теледидар деген бітірді біздің мына мәңгүрт шоралар, орыс шора бірдеңелер біздің тілімізді бітірді. Ырым, жырым қылып, тесік қылып бітірді. Эвакуацияланып жатыр, анау мына бір жезөкшенің сөздерін айтып бітірді. Айналайын Қытайдан келген халқым, айналайын қандастарым, айтыңдаршы бір жақсы бір ана теледидардан айтасың, өзіңде өздерің тілдеріңменен әдемілеп орысша қосылмаған, қытайша қосылмаған таза тілді өздері интернетке шығарып қойыңдаршы. Бір сөйлеуші едіңдер ғой, бір әдемі қылып. Дубайдағы жаңағы нені айтыңдаршы, соғысып жатқан. Айтыңдаршы, мен мысалы айтып жатыр ғой, не дейді, Дубайдағы бомба түскен жерді эвакуацияланып жатыр демей-ақ, сол жердегі бомба түскен жердегі зардап шеккен адамдарды құтқарып жатыр деп. Кәдімгідей қазақшалап сөйлеп беріңдер, сіздерден өтініп сұрайын. Менің бір өтінішімді бір айтып беріңдер. Айтатын қыз жігіттер бар ма сондай? Айтыңдаршы, ана кеше қалай қайсы жаңа бағдарлама болса да, бір бағдарламадан соны әдемі сөздеріңізден бір 10 шақты, 20 шақты жаңа не түсіріп беріңдерші. Осындай жаңағы таспаға түсіріп, осындай айтып сөйтіп беріңдерші, айналайын сіздерден. Үлкен өтініш.